Достар, сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Басқа да сабақтарды жіберіп алмаш үшін әуелі каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналда плейлист деген бөлімнің ішінде барлық сабақтар сынып бойынша бөлініп тұр. Сонымен қатар мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, қызықты деректер, ақын жазушылар бойынша да ақпараттарды каналымнан таба аласыздар. 54-ші сабақ лепті сөйлем. Бүгінгі сабақта мәтін бөліктерін анықтай алатын боламыз. 14-ші жаттығуда берілген жұмбақты оқып жауабын табайық. Бір жерінде жаз, бір жерінде күз, бір жерінде қыс, бір жерінде көктем, керемет алып неткен. Леп белгісі неліктен қойылған? Бұл жерде таңдану. Сондықтан да лепті сөйлемге жатады. Жұмбақтың жауабы жер. 15-ші жаттығу мәтінді әрі қарай лепті сөйлемдерді қатыстыру арқылы жалғастырып жаз. Сәния анасымен көшеде келе жатты. Ол аспанда қалықтап ұшқан шарды көріп қуанып кетті. Сәния: анашым, қараңызшы, қандай үлкен шар. Қызым, бұл әуе шары ғой. Ол қалай ұшып барады? Ол оттың көмегімен ұшады. Қандай керемет! Бізде отырып көрейікші. Әрине, демалыс күні барайық. Мінеки осындай сөйлем құрауымызға болады. 16-ші жаттығу. Суреттерге қара және мәтінді оқы. Кітаптағы суретке мұқият қарайық. Бау-бақшада еңбектеніп жүрген балаларды көріп тұрмыз, Көктемде балалар гүл тұқымын септі. Олар раушан және жауқазын гүлдерін отырғызды. Біраздан соң бұл өсімдіктер көктей бастады. Балалар оларға күтім жасады. Жазда алуан түсті гүлдер жайқалып өсті. Мәтін неше бөліктен тұрады? Оны қалай анықтадың? Мәтін 3 бөліктен тұрады. Өйткені мәтінде 3 азат жол бар. Әрбір жаңа азат жол басталған сайын жаңа ой басталатындығын білеміз, Мәтіннің 2-ші және 3-ші бөлігін өз сөйлемдеріңмен толықтыр. Ол үшін суреттерді және керекті сөздерді пайдалан. Мәтінге ат қой. Керекті сөздеріміз суғарды, арамшөптерді жұлды, гүл шоқтарын жасады, білім күнінде мұғалімге сыйлады. Құрастырған мәтініңді айтып бер. Мәтіннің қорытынды бөлігін жаз деген тапсырма. Енді мәтінге қандай тақырыптар қойсақ болады? Мысалы, еңбегі көптің өнбегі көп. Білім күні, бақшада, не болмаса пайдалы демалыс. Енді мәтін құрап көрейік. Балалар көктемде бақшаға гүл тұқымын септі. Балаларға ат қойсақ та болады, Мысалы, Айгүл мен Айдос деп. Жаз бойы бақшада еңбектенді. Гүл отырғызып, суғарды. Арамшөптерді жұлды. Гүлдер бүршік атып, жайқалып өсті. Олардан гүл шоқтарын жасап, білім күнінде мұғалімге сыйлады. Өз еңбектерімен өсірген гүл оларға ерекше болып көрінді. Еңбегі көптің өнбегі көп деген осы екен. Ал егерде мәтіннің 2-ші, 3-ші бөліктеріне ғана өз сөзімізді және тірек сөздерді қосып жазатын болсақ, мұнда мынандай мәтін жазамыз. Біраздан соң бұл өсімдіктер көктей бастады. Балалар суғарып, арамшөптерін жұлып, оларға күтім жасады. Жазда алуан түсті гүлдер жайқалып өсті. Білім күнінде олардан әдемі гүл шоқтарын жасап, мұғалімге сыйлады. Балалар өздері өсіргендіктен бұл гүл шоқтары ерекше, әдемі әрі хош иісті болып көрінді. 17-ші жаттығуда берілген сөйлемнің лепті сөйлем екенін дәлелдеуіміз қажет. Ол үшін тәжірибе жасаймыз. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көреміз. Қай сөз көтеріңкі екпінмен айтылғанын анықтайық. Ал оқып көрейік. Айнала қандай әдемі. Айнала қандай әдемі. Таңдану мағынасында айтылып тұр. Сонымен қатар қандай деген сөзге ерекше екпін қойылып оқылады. Демек, зерттеу барысында леп белгісі қойылған сөйлем ерекше дауыс ырғағымен оқылып, қандай сөзінің көтеріңкі екпінмен айтылатынына
көзімізді жеткізіп отырмыз. Ал егер екпін қоймай, жай ғана оқитын болсақ, онда сөйлемнің мазмұны жоғалып кетеді. Мысалы, айнала қандай әдемі деп айтатын болсақ, онда ешқандай эмоция да қосылмайды. Сондықтан сөйлемдегі тыныс белгілерді мұқият қарай отырып және сөйлемнің мазмұнына көңіл бөле отырып, дауыс екпінін, кідірісті дұрыс қойып оқуымыз қажет. Мінекей бүгінгі сабаққа берілген тақырыптар осындай. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Барлығы да біз алдыңғы сабақта орындап жүрген тапсырмаларға ұқсас тапсырмалар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Осы видеомен басқа да достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар.